енді Абдығаппар былайша онша көп танымайтын баста. Уағызы былай қарасаң қатты болып тұрады, не тыңдап алсаң, содан қарағанда бұл каратеге қатысқан дейді мысалға да енді жаңағыдай. Соны бір қатты адам екен деп ойладым да. Үйіне бардық, ғұламалар кеңесінің мүшелері бәріміз бардық, Әбсаттар бәріміз жүрміз. Сонда анау бір күндей жүрдік. Сонда баяғы сол танымал болып тұрған Әбдіғаппарымыз ләм-мим деп жақ ашпады да. Сөйлемеді. Сонда бізге қызмет етіп, шай құйып, жүгіріп жүрген өзім көп таң қалдым да. Ол ләм-мим деген жоқ та ол. Ол мен енді халыққа танымалым ғой, мен Әбдіғаппармын деген жоқ та, таң қалдым да. Сосын ағасына деген, оның Әбсаттар ағасына деген оның жаңағы сүйіспеншілігін көріп таң қалдым. Ол Әбсаттар ағасы бір мысал машинаның үстінде костюмын шешіп отырып, жүгіріп барып костюмын алып, оның сол костюмын ұстап басқа қылып құрдай жорғалап жүрді анда бір кішкентай бір бала сияқты жүгіргенін көріп, өзінің ағасын 3 жас па қанша жас, 4 жас па еді. Сонда да соны құрметтеп жүгіргенін көріп, ананың осыншалықты әдептіліктерін көріп, сосын бір-біріне деген бауырмашылығын көріп, мен осы есімде қалған да. Енді осы деталдың өзі жетеді. Осы кішкентай ғана детал сол жетеді. Кейін кетерде ғана бір сөз берді, сол кезде ғана барып ол сөйлетті. Осы нәрсе болды.